Қалдарыңыз қалай, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздермен осындай молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдымен өзімізге керекті заттарымызды дайындап аламыз. Жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен бөлме температурасында еріп тұрған маргаринімізді саламыз. Оны да жақсылап араластырып болған соң, үстінен осылай три желание сгущенкасын құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте ұнымыз бен разрыхителімізді жақсылап араластырамыз. Оны да осылай жақсылап, оның кішкене бірінші миксерді қоспай араластырып жібереміз. Өйткені жан-жағына шашырап кетуі мүмкін. Міне біздің тестомыз дайын болды. Келесі кезекте алдын ала осылай дайындап алған пергамент бумагамыздың үстіне осы тестомызды құйып шығатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Қаласаңыздар домалақ, төрт бұрыш қылай берсеңіздер де болады. Мен бұл жерде жүрек формасын жасадым, оны қолдан жасадым. Алдын ала осылай дайындап алдым. Барлық тестамызды 4 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Алдын ала печкаңызды қыздырып дайындап қойыңыз. Қалған бөлігінде дәл осылай мешогымызға құйып, оны да бөліп жайып шығамыз. Міне қамырымыздың бәрін жайып, пісіріп алдық. Келесі кезекте өзіңіздің жаңағы дайын болған формаңыз, дайындаған формаңыз арқылы осылай үстінен бір келкілетіп жан-жандарын кесіп шығамыз. Келесі кезек бізде корждарымызды дайындап алдық. Енді корждарымыз суып болғанша біз кремін дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен сливкиді, творожный сырды, сахарная пудраның керекті мөлшерлерін дайындап аламыз.
сливкибизди аз гана убакыт аралаштырып жиберип, келесі кезекте творожныйыбыз бен сахарный пудрамызды жакшылап ыртыгы жазылганча аралаштырып алабыз. Міне ыртыгын жазып, жакшылап аралаштырып алдык. Келесі кезек сливкибиздин үстүнөн салып, оны да кою крем болгончо аралаштырабыз. Міне кремimiz дайын болду. Келесі кезекте осы дайын болгон кождарымыздын барлыгын кремин жагып жыйнап чыгатын болабыз. Тортты каалооңуз боюнча жыйнап чыксаңыз болот. Кааласаңыздар мына мен сыяктуу шарик жасамай, просто жагып чыксаңыздар да болот. Калган корждарымызды да осылай биркелке сандеп чыгатын болабыз. Міне тортумузду жыйнап чыктык. Келесі кезек бетин сандейбиз. Каалооңуз боюнча сандесеңиздер болот. Дәмі өте керемет болуп чыгатын торттардын бири. Сиздер де жасап көрсеңиздер болот. Әрі оңай жасалынады. Бетиндеги сандыгын өзүңүздүн каалооңуз боюнча жасасаңыздар болот. Мен бул жерде дайын кондитерлик дүкөндөрдө сатылатын осундай гүлдөрдү алып коюп чыктым. Осы менен биздин тортумуз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Әрі жеңіл, әрі дәмді және оңай жасалатын торттардың бірі. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар.